Википедия көп тілдік еркін интернет-энциклопедия есапланып, оған қалеушілер тарапынан мағлұматлар жайластырылуы һәм толықтырылуы мүмкін. Бүгінгі күнде түрлі тараулардағы мағлұматлар һәм мақалалар менен байытылып, оның пайдаланушыларының саны күннен күнге артып бармақта. Бүгінгі күнде Википедияда 329 тілдегі мағлұматлар орын алған. Осы жайластырылған мағлұматлардың санынан келіп шыққан халда тілдердің тізімі іздеп шығылған. Хош, бұл тізімде қарақалпақ тілі нешінші орында деп ойлайсыз? 2008 жылы 26 май сәнесінде жаратылған Википедияның қарақалпақша бөлімі 2022 жылдың 30 октябрь сәнесіне муапық 2223 мағлұматпенен осы тізімнің 243 орнын иелеген. Интернетте қарақалпақ тіліндегі материалдардың санын көбейту, сондай-ақ қарақалпақ тіліндегі сапалы контентті жарату мақсатында 1 декабрь қарақалпақ тіліне мемлекеттік тіл билігі берілгенлігіне 33 жыл толуы мүнәсебетіменен Korean-Forum.uz сайты редакциясы жанынан Korean-Forum.wiki жойбарын баслап атырмыз. Бұл жәмиетлік басламада ана тіліміздің жанкүйерлері болған har қандай инсан қатынасуы, қарақалпақ тілінің интернетте рауажлануына үлес қосуы мүмкін. Жойбарда Қарақалпақстанның районлары, тарихи һәм географиялық атамалар, белгілі жазушы һәм шайырлар, тарихи уақиялар, ахметлі сәнелер, мемлекеттік, сияси һәм көркем өнер қайраткерлер хақындағы мағлұматларыңыз менен қатынасуыңызға болады. Бұнда сіз Facebook һәм Instagram социалдық тармақларында Korean-Forum.wiki хэштегін белгілеу арқылы мағлұматларыңызды жариялауыңыз керек. Ал Telegram мессенджерінде болса, Korean-Forum сайтының Korean-Forum.uz ботына жоллауыңызға болады. Бұл мағлұматлардан тысқары дүния жүзіне белгілі болған адамлар һәм уақиялар хақында, сондай-ақ Википедияның талабына муапық, онда барлық тілдерде берілуі шарт болған тізімдегі материалдарды аударма істеуіңіз де мүмкін. Бұларға қосымша сіз өзіңіз білген һәм қызыққан темаларыңыз, тарауларыңыз хақындағы мағлұматларыңызды жоллауыңызға болады. Егер сізде қарақалпақша Википедияға туры келетуін, жоғарыда атап өтілген тематикаларға сәйкес мағлұматлар болса, біз менен бөлісің. 1 декабрь қарақалпақ тілі байрамы қарсаңында осы жойбар шеңберінде әмелге асырылған жұмыслар хақында қосымша мағлұматлар береміз.